Сіз эгоист адамсыз дейді да маған. Қатты ренжідім. Осы елдің әкесі едім деуші еді ғой. Руды басқарды. Бір ауылды басқарды ғой сол кезде кісілер. Бауыржан Момышұлы аталарымыз қызды қалай құрметтеді мысалы. Қыз батыр деп айтар едім деп. Әке, ана екеуі мықты тұлға болған кезде қоғамда ешқандай проблема болмайды. Қандай бір қиын жағдай болсын, қандай бір жеңіл жағдай болсын, енді ақыры соған әкеліп екеуі жеткізгеннен кейін екеуі де кінәлі. Армысыз құрметті көрермен, бүгін Ұждан жобасында қонақта Әкелер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің Астана қалалық филиалының басшысы Бегдайыр Нығметұлы. Бегдайыр мырза, жобамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін біз қоғамдағы әкелердің мәселесін, қоғамдағы өзекті мәселелерді және де әкелердің, ер азаматтардың қоғамдағы рөлі туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді ең бірінші сізге қоятын сұрағым, қазіргі таңда дәл осы бүгінгі біздің заманымызда, дәл осы бүгінгі біздің жылымызда мынау әкелер туралы мәселелер алдыңғы шепке шыға бастады. Бұрын олай көп айтылмайтын еді. Қазір мектептерде де осы барлық ашық сұхбат алаңдарында да әке туралы тақырып басты назарға ілінуде. Жалпы бұл тенденцияның ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Көп рахмет, Назерке айналайын. Осы өзіңіз шақырғаннан кейін келіп қалдық. Мына сіздердің осындай маңызды сұрақтарды көтеріп осындай алаң ашқандарыңызға рахмет айтып сәттілік тілеймін. Расында да қазір әлеуметтік желіде көбінесе жаңағы теріс пиғылды контенттер көп. Соның алдына бөгет болу үшін, оны жою үшін осындай сіздердікіндей алаңдар көбірек ашылса деген ниетіміз бар, қолдауымыз бар. Сіздерге сәттілік тілей отырып, сіздің сұрағыңызға қолымнан келгенше жауап беруге тырысайын. Негізі бағзыдан біз отбасы институты деп қазіргі тілмен айтқанда, осы жұмыстың ата-бабамыздың өте шебер орындаған тарихтан біліп келе жатырмыз. Бізде о кезде жаңағы әке тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без деген атадан қалған өсиет бар ғой. Соған байланысты кейінгі мынау өзіміздің тәуелсіздігімізді алған жылдары бұл сабақтастықты біз үзіп алдық. Неге десеңіз, жұмыссыздық белең алып тұрған кезде ер азаматтарымыздың сағы сынып, үйде отырған әйел азаматтарымыз ала дорба ұстап бәрі табыс табуға шықты. Сол кезде баяғы ата-бабамыздан келе жатқан осы біздің маңызды институтымыз құлдырау алдына келді. Құлдырау дегеніміз жаңағы аталарымыз қас-қабағымен тәрбиелеу, аналарымыздың даналығы, әкеңнен сұран, әкең білет деген жерде бұл жерде терең мағына бар. Аналарымыз соны бала тәрбиесіне өте ұтымды пайдаланды. Жаңағы айтқанымдай, тәуелсіздік алған жылы осы сабақтастық үзілген кезде аналарымыз оны айтатын уақыт таба алмады. Неге десеңіз, бәрі күнкөріс, баланың қамтамасыз ету, жаңағы өмір сүруінің енді бірінші өмір сүру үшін не керек адамға? Бірінші тамақтану керек, екінші киіну керек, үшінші ұйықтау керек. Осы үшеуінің біреуі болмаса, өмір сүрудің мағынасы тоқтайды. Сол орайда осындай кішкене алшақтау белең алып, сол кездегі туған балалар қазір 30-дан асып 40-қа бет алды. Сол кездегі үзілген тәрбие, қазір соның біз салдарымен күресіп жатырмыз. Білім бар, білімнен ешқандай күдік жоқ, бірақ тәрбиені үзіп алдық. Біздің мықты өзіміздің алаш қайраткеріміз Әлихан Бөкейхан былай айтқан. Оғанда айтқанына да 100 жылдан асып кетті, бір ғасырдан асты. Ол кісі былай айтады: қазіргі жұрт
білім мұратқа жеткізеді деп жүгіріп жүр дейді, ала сапырып. Бірақ тәрбиені ұмыт қалдырды дейді. Мен айтар едім, тәрбие болмаған жерде қанша жерден білімді болсаң да ешқандай мұратқа жете алмайсың деп айтар едім деп айтқан атамыздың сөзі бәрімізге осы бір оятатындай, барлық адамзат баласына оятатындай бір жақсы өсиет деп қабылдар едім. Бұл жалғыз қазаққа ғана айтылған емес, бүкіл дүние жүзінде жаһандану осы планетамызда болып жатқан бұл дерт. Адамгершілікті ұмыту және адамгершілікті жоюмен күресіп жатқан неше түрлі күштер бар. Сондықтан да әкенің рөлі осы орайда үндемей отырғаннан гөрі мен айтар едім, бала тәрбиесімен емес, әке өз тәрбиесімен айналысу керек. Әке қарап ұл өседі, анаға қарап қыз өседі дейді. Сондықтан да әке, ана екеуі мықты тұлға болған кезде қоғамда ешқандай проблема болмайды. Мен соны айтқым келіп отыр. Әкелер одағы осыдан 2012 жылы осы Астананың төрінде құрылған еді, бір кішігірім білім ордасы 59 мектептің қабырғасында. Қазір үлкен бір қоғамдық күшке айналды. Бұл жердегі мақсатымыз президенттің әр жолдауындағы осы отбасы құндылығына байланысты, бала тәрбиесіне байланысты айтылған мықты жолдауларды жүзеге асыру. Не істей аламыз? Осы мемлекет басшысының айтқан жолдауындағы жұмыстарды біз неге бірлесіп атқармаймыз деген ұстаныммен осы жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Ал Астана қаласының әкелерінің басты қандай мәселелері бар? Сіздердің алдарыңызға қандай сұрақтармен келеді көбінесе? Көбінесе қазір әкелердің енді біздің қатарымызда көптеген әкелер бар, белсенді әкелер. Бұл енді қоғамдық ұйым болғаннан кейін қаржысыз жұмыс жасайтын ұйым. Қоғамдық ұйым өзі атында айтылып тұрғандай, бұл жерде біз үкіметтен бір қаржы сұрамаймыз. Ерікті түрде, енді волонтерлар дейді, қазіргі жастардың тілімен айтқанда, еріктілердің қоғамдық ұйымы. Бұл жерде әкелер көбінесе бізді мазалайтын көп сұрақтар бұл жерде ажырасу. Ажырасу белең алып тұр. Одан кейін заң талабына келетін болсақ, көп дүниелер аналар жағына көп мән берілген. Оны да қолдаймыз. Неге десеңіз, өйткені ана ол бір қолмен бесік тербетеді, екінші қолмен әлем тербетеді дегеннен кейін біз аналарды құрметтейтін ата-бабаның ұрпағымыз. Қыздарымызды еркелетіп төрге шығаратын әкелердің қатарынанбыз. Бала қауіпсіздігі қазір аса қатты белең алып тұр. Осы орайда көптеген заңдар қабылданып жатыр, оны да қолдаймыз. Бұны кей әкелер басқаша қабылдайды. Әке дегенде енді бұлардың ойында әке болу, сол жаңағы мен әке болдым, болды, менің айтқаныммен ғана болу керек деген сияқты ұстанымдармен жүретін әкелер. Мен оны қабылдай алмайды екенмін. Неге десеңіз, 50 жылда ел жаңа деген қазақта бір жақсы сөз бар ғой. 50 жыл сайын адам өзін трансформациядан өткізіп отыру керек. Трансформация дегеніміз сол заманның ағымына сай өзгертулер жасау. Демек, сол кездегі ұстаным сол кезге бір жақсы пайда әкелген болса, қазіргі замандағы ұстаным сол кездегі ұстаным әкеліп оған пайда әкелмей тұрған болса, ойлану керек. Бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде қазіргі заманның талабына сай іс-қимылдар жасау керек. Бұл жерде айтпағым, баяғыдағы біздің жаңағы әкелік тұғырымызда аналар қалыптастырып отырған болса, аналар егер соны істей алмай жатқан болса, анаға бәрін артып қойып, немесе бір мектепке артып қойып, менің айтқаным болады деп столды ұрғаннан, немесе жұдырық алып, жүгіріп өзінің отбасындағы балқып-шалқып өсіріп ойнап отырған бала шағасына сондай қиянат жасайтын болса, бұл жерде әлбетте заң қабылдануға тура келеді. Неге? Өйткені сенің өзіңнің отбасың, өзіңнің отаныңда бақытты мекен жасай алмаған болсаң, бұған мемлекеттің қандай кінә артуға болады? Мемлекет
ол өзінің заң қабылдаушы органы бар, өзінің сақшылары бар, өзінің көптеген енді үлкен жұмыс атқарып тұрған не ғой былай қарасаң машина ғой. Сол машинаға сен бұзық болып тұрып мені тәрбиелейтін сен кімсің деген сияқты айтуға ешқандай праваң жоқ. Сондықтан да менің айтарым, отбасы бұл өте нәзік дүние негізі. Отбасында егер бақытты мекен болған болса, ол жерден жаңағы енді қуатты мемлекетті құру үшін, қамтамасыз ету үшін президент айтты ғой, қуатты мемлекетті қамтамасыз ету үшін бақытты отбасы болу керек деді. Бақытты отбасы болған жерде не болады? Білімде болады, жетілдіруде болады, дамуда болады, және де баланың тәрбиесі де болады. Сондықтан да мен айтар едім, әкелері көбінесе жаңағы енді аналары жақтан да көп қателіктер кетіп жатыр. Оны біздің жоққа шығармаймыз. Әкелерде көбісін соны айтуға ұялады. Әйел адамдар айталады. Мынау жаман, бұл мені тастап кетті, мен бүйтіп кетті, мен сөйтіп кетті деп айталады әйел адам. Неге? Өйткені оның табиғат солай, айту үшін жаралған. Ал ер азаматтар қой ұят болады, ертең туған туыс біліп қойса, менің әйелмен айырылысып кеткенімді естіп қойса, ана мұны жасырып жүретіндер көп. Жалғыз өзі мысалы сапсау бейбіт заманда әйелі басқа еркекке кетіп қалып жатқандар моменттер де бар. Оны жасыруға болмайды, ауруын жасырған өледі дейді ғой. Бұл дерт, бұл ауру, бұны күресу керек. Бұмен қоғам болып күресуіміз керек. Сол себепті біз қоғамдық ұйым болғаннан кейін саналы түрде парасатты әкелердің қатарын көбейтейік, дана аналардың қатарын көбейтейік деген сияқты ұстаныммен жұмыс жасап жатырмыз. Енді қаржылық мәселені айтып кеттіңіз ғой, отбасыдағы. Егер отбасыда әйел адам көп табыс табатын болса, немесе ер адам бір белгілі себептерге байланысты жұмысынан айырылып қалатын болса, әкенің бедел абыройы сол қаржыға келіп тірелуі қаншалықты дұрыс? Мысалы, табыс таппайтын еркек деп жатыр қазірге. Сондай еркектерді жаңағы соларға бір қудалау деген сияқты, соларды төмендету деген сияқты қазір әлеуметтік желілерде де көріп жүрміз көп. Сол негізі қаржылық жағдайға келіп, әкенің абырой беделі, ер азаматтың барлық беделі сол қаржылық жағдайға келіп тірелген қаншалықты дұрыс? Өте ауыр сұрақ қойдыңыз, расында да өкінішке орай. Сондай дүниелерді көріп тұрмыз, қалыпты жағдайға да айналып бара жатқанын да көріп жатырмыз. Расында да енді Құдай біледі ғой, мысалы бүкіл 18.000 ғалам дейді ғой, біз ғалым емеспіз, оны зерттеп айтатындай. 18.000 ғаламды жаратқан кезде адам атаны жаратты дейді. Адам ата сол 18.000 ғаламға президент болсын дегенде ғой, кәсілімен айтқанда бір ие болсын дегендей. Адамды жаратқаннан кейін көреді жәннатта жүрген, жалғызсырап жүрген. Жалғыздық Аллаға жарасады деген сөз, қазақтың сөзі, сол кезде айтылған шығар. Алла тағала қарайды, мынау жалғызсырап қалды ғой, қасына бір серігін тауып берейін деп, ананы қабырғасынан сөгіп, ана жасап берген, зайыбын жасап берген екен. Бұлай қарап отырсаңыз, бұл табиғаттың заңдылығы, Құдайдың қалауымен болған нәрсе ғой енді бұл. Біз Құдайдың ісіне қарсы келмеуіміз керек. Бұл жерде әкелерге де аналарға айтарым. Сен әкесің ба? Жұмыссыз жүрсең де, басқаша жүрсең де, әкелік тұғырыңды биік ұстауың керек. Анаға келетін болсақ, енді табыс тауып, енді мүмкіндік берген шығар енді Құдай тағала саған осындай табыс табуды. Бірақ мен таптым, мен сен асырап отырым деген сияқты ер азаматқа айтылатын болса, ер азаматтың сағы сынады. Ер азаматтың сағы сынғаннан кейін оны сен қайтадан тәрбиелеп алам дегенше өмірде өтіп кетеді. Сондықтан да өте осы орайда сақ болу керек. Негізі хадистерде де көп кездеседі. Ер азаматтың тапқан табысы әйел азаматшаға табыс тапқанына қарағанда берекелі болады деген. Оны біз шығарып, бір жаңалық ашып отырған жоқпыз, өзі ата бабамыздан келе жатқан сондай бір жақсы нақыл сөздер. Сол себепті
осы орайда жаңағы ең былай түсінікті тілмен айтқанда құтырмау керек қой. Қанша жерден осы ер азамат бай болсаң да, әйел азаматша бай болсаң да құтырмау керек. Құтырудың арты осындай жанжалға келеді, жанжалдың арты зорлық зомбылыққа келеді, зорлық зомбылықтың арты баланың бақытсыз өміріне келеді. Ол ойлайды жаңағы мен бұл әйелді тастап кетсем, басқа бір әйелмен бақытты болып кететін шығармын деген сияқты бір жеңіл жол іздеуі мүмкін. Немесе қуатты әйел, жағдайы бар әйел, басқа еркек тауып аламын да, мен оны қазір ит сияқты байлап қоямын да, оған айтқаным жасатамын деуі мүмкін, бірақ олай болмайды. Бұл Құдайға бұндай істер жақпайды да, оны қолдамайды. Сондықтан да күндердің бір күні сөйтіп тайраңдап жүрсең де кәрілік деген бар. Кәрілік жасқа келген кезде ол желкеңнен шығады. Ол заңдылық. Сол кездегі жастықпен немесе орта жастықпен істеген іс-әрекеттердің бәрі балаңнан, немереңнен, шөбереңнен, ұрпағынан қайтуы мүмкін. Сондықтан да осы орайда мен айтар едім, егер де ер азамат жұмыссыз қалған болса, өзінің енді мәжбүрлі түрде емес, енді жаңағы болады, жағдайға байланысты болуы мүмкін ғой, әртүрлі жағдай. Расында да егер ол туғаннан сондай бір жаңағындай бір жауапкершілікке мойнына арта алмайтын азамат болса, оны азамат деп айта алмаймын. Ол қан үйренген, отбасында көрген бір жаманшылығымен өмір сүргісі келсе, ондайларды біз құптамаймыз. Бірақ енді өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Бұл орайда жаңағы ерлі зайыпты екеуі бірлесіп осы қиыншылықты бірге жеңу керек. Осы қиыншылық бірге жеңілген кезде екеуінің арқасында одан мықты ұрпақ шығады. Ол ұрпақ оны көреді да, оны әрі қарай жалғастырады. Сондықтан да мен жаңағындай тенденцияларды өте ауыр қабылдаймын. Расында да өкінішке орай ондай тенденциялар неше түрлі статистикада да кездестіріп айтып жатады, жиналыстарда көп жүреміз ғой. Былай айтқанда жаныма бататын жағымсыз дүние деп қабылдаймын мен. Біздің мынау әлеуметтік желідегі парақшамызға енді хаттар келіп түседі, әкелер алаңы деп тұрғаннан кейін. Сондағы бір сұрақтарды айтайыншы. Мысалға, бір кісі айтады, мен ажырастым, бірақ маған енді заңды түрде баламды көруге рұқсат етілген, бірақ әйелім рұқсат бермейді. Ол жерден үлкен айғай-шу болады, ұрыс болады. Енді баланың психикасына кері әсер бермес үшін мен енді бармаймын ары қарай дейді. Бірақ енді осыдан кейін маған балам ренжіп өседі. Әкем іздемеді, әкем келмеді деген сияқты. Енді бұндай мәселелер енді қалай шешілу керек деген сияқты. Бір әйелдерге бір нәрсе айтасыздар ма, не болмаса тағы басқа жолы бар ма деген сияқты бір бізге сұрақтар келеді. Не айтуға болады? Бұл жағдайларда бір-екі осындай шарада болдым. Жағымсыз шарада өте жаныма батты. Расында да заң көбінесе әйелдер тарапын сөйлеп тұрады. Балада 10 жасқа толғанша анасымен қалу керек деген сияқты. Бұл жерде екі адамның, әке мен ананың арасындағы текетірес. Қандай бір қиын жағдай болсын, қандай бір жеңіл жағдай болсын, енді ақыры соған әкеліп екеуі жеткізгеннен кейін екеуі де кінәлі. Бұл жерде мен әке ғана кінәлі деп әкелерді баса бергенін біз қандай абырой таппаймыз. Ананың да кінәсі бар, неге десеңіз, өйткені біз ондай шараларға қатысқан кезде тек қана әкелер ғана барып, мынау не деп айта алмаймыз. Ол жерде полиция тұрады, прокуратура тұрады, біз қоғамдық ұйым тұрамыз, сосын кейін психологтар тұрады, адвокаттар тұрады, әртүрлі бала құқығын қорғайтын жаңағы уәкіл тұрады. Сондай 10 шақты адамнан құрылған комиссиямен сол бір шара қатыстым. Сонда әкесіне қарап тұрмыз, әкесі жақсы жігіт. Жағдай да бар. Менің мынау әйелім енді кетіп қалды, қазір ұлды маған көрсетпейді. Ол мектепке баратын жағдайға келген екен, 6-дан асып баратыр. Әкесімен болғысы келеді. Ұл бала әкесімен жүрсе, ол ер мінезді болып өседі. Әкеге қарап өседі деген сөздің мағынасы осы жерде жатыр да, терең мағынасы. Біздің кезімізде, мысалы, біз кезіндегі дәстүрлі ата-аналардың ұрпағымыз ғой. Сонда бізді әкеміз моншаға өзімен ертіп баратын. Ана
қыздарды өзімен ертіп баратын, иә, моншаға. Иә. Жалпы общий монша дейді ғой. Сол туралы бір кітап оқыдым мен. Америкада айтады да, ер азамат болып қалыптасу үшін ол міндетті түрде әкесі мен бала моншаға бару керек деп жазып қойыпты. Соны бүкіл дүние жүзі оқып жатыр. Біз соны істеген, соны көріп өскен балаларымыз ғой. Қазір өзіміздің балаларымыз да үлкен болды да, енді немерелерімізге қарайтын жағдайға келдік мысалы. Сондықтан да ер бала, былай енді жалпы айтқан кезде ажырасуға мен қарсымын. Ақыры солай болған екен, бірақ ер бала міндетті түрде әкесімен қалған дұрыс. Неге? Өйткені ол ер мінезді, намысты болып өсетін болса, әкесі дұрыс тәрбие берген болса, ол ертең отанымызды қорғайды ғой. Қазір немене, кейбір аналар қателіктерін түсініп, менің бір жолдас класстас досым бар, сол балаларға жаңағы кикбокстан не береді, сабақ береді. Сонда аналардың өзі ер балалардың жаңағындай қыз болып баратқанынан қорқып, өздері әкеп жаңағы тренировкаға тапсырып жатыр дейді. Сонда анау жігітке риза болғаным, жаңағы балаларға әкесін жоқтатпай, әке болып, соларды бірге моншаға апарып, жаңағы былай қарасаң түкке тұрмайтын бір кішкентай дүние болуы мүмкін, бірақ қарап отырсаң оның артында терең тәрбие жатыр да. Бірге моншаға апарып, бір-бірімен құшақтастырып, бірге парк триатлонға алып шығып жүгіртіп, сондай ауызы біршілікке шақырып, сен батырсың, сен ертең біздің елімізді қорғайсың, сен біздің қыздарды қорғайсың, сен ертең отбасыңа ие боласың деп, жаңағы жақсы өзінің өнегелі жұмысын атқарып жатыр. Қарап отырсам, мынау балаларды саған кім әкелер әкеп береді? Жоқ, аналар дейді. Өйткені әкелер айырылысып кеткен. Сондай бір жақсы аналар да кездесіп тұрады. Негізі, бірақ бала енді заңды түрде соттың үкімімен жазып берген кезде ол орындалу керек. Әкесімен де кездестіруге рұқсат берді ма, ол орындалу керек. Бірақ аналарда жаңағындай бір қатты өшпенділік қалыптасып қалған. Бұл адам емес, бұндай емес, мен бұған қайтарамын, осы бала арқылы қайтарам деген сияқты бір ұстанымдар бар. Ол өте теріс ұстаным. Одан жақсылық келмейді. Өйткені баланың қиналғандағы баланың біз көзінен де, баланың отырған отырысынан да байқап қаламыз. Бала расында да бір уже сынып, бір қирап баратқан бір бейне көрінеді көз алдымызға. Жанға бататын бейне көрінеді. Ажырасқан жағдайда баланың тегінде ауыстырып жүретіндер бар ғой. Ондай да бар, өкінішке орай. Оның барлығы дұрыс емес. Бұл енді дұрыс емес, 21-ші ғасырдың дерті бұл. Бұл егер де Мөңке би атамыздың айтқандай ғой, егер осындай жаңағы бір пайдасы жоқ жиындар көп болады, ұл балаң айтатын болсаң, жаңағы шынтақ айналмайтын қазы сияқты не дейді, ежірей деген ұлың болады. Қызыңа мынауың дұрыс емес десең, тез ауырып қалатын бежірей деген қызың болады. Алдыңды кесетін жаңағы тыңдамайтын келінің болады деген сияқты бәрін айтып келеді да, осының бәрі келген жағдай болса, дейді, біз қазір сол заманға келдік. Если осы сол жағдайға келген болсаңдар, онда түзелуі қиын болады деген сияқты айтқан. Сондықтан да біз қиын болады екен деп қарап отыратын болсақ, бізге бұл еліміздің отбасылық институтын бізге ешкім дамытып бермейді. Қиын біз ер азамат не үшін ер азамат болып дүние келдік? Соны тоқтату үшін, соған төтеп беру үшін, соған тосқауыл болу үшін келдік па осы өмірде? Соған мен ер азаматтар шақырар едім. Жеке басыңның эгоистік ұстанымын ұстанбай, әйеліңмен ренжістің ба, барда кешірім сұра. Өзіңнің ұрпағың үшін, болашағың үшін, елің үшін кешірім сұрағанда сенің бірдеңең қисап қалмайды, және бірдеңең сынып қалмайды. Мен сол айтар едім. Негізі мынау әкелер одағына келгеніме 2020-да келдім, 2019, 5-6 жыл болды. Келген себебімді айтайын сізге. Бір кітап оқыдым, сол кітаптың басында жазылып тұр. Батыстық жазушының кітабы, сонда былай жазған екен, бір ойшылы. Батыстың атын ұмытып қалдым. Қоғам залымдардың зұлымдығынан бұзылмайды, жақсы адамдардың үндемей отырғанынан бұзылады деген. Біз неге өзімізді жақсы адамдардың қатарына қоспаймыз? Неге үнеме жаман нәрселерді көп айтамыз? Қазақ
ежелден жақсылығын асырып жаманшылығын жасырған ұлт емес пе едік? Неге осыны біз орындамасқа? Неге біз өзіміздің осыдан 300 жыл, 400 жыл бұрын өмір сүріп кеткен батыр бабаларымызды мақтай береміз? Мақта дұрыс, ол кісілер өздерінің заманында өзінің ер азаматтық, әкелік, аталық қызметтерін жоғары деңгейде атқарып кетті. Кең байтақ жерімізді, тілімізді, дініміз, ділімізді, бүкіл салт сала, мәдениетіміз бәрін сақтап аманат мұра қалдырып кетті, дұрыс па? Енді біз қазір өмір сүріп жатырмыз, бізден кейін 300 жылдан кейін біз туралы не айтады адам, ұрпағымыз? Сол егер мынандай кететін болсақ, ештеңе айтылмайды, және де еске де алынбайды. Сондықтан да біз соңғы мынау алаш қайраткерлерімізбен мақтанатын болсақ, солардың еңбек сияқты хотя бы тым болмаса тырнағына татитын бір еңбек жасасақ. Бұл жерде айтқым келгені, шаршамау керек. Ұлттың болашағы үшін мынау қуатты мемлекеттің сақталып даму үшін біз әрқашанда алдыңғы шепте тұрмыз керек, ер азаматтар. Айтқым келгені, бұл жерде жаңағы жанашыр тілмен ғана мемлекетін жақсы көретін емес, жүрегімен, жан тәнімен мемлекетін, өзінің отанын жақсы көретін азаматтардың қатары көп болса, бұдан да өтеміз, бұны да жеңеміз. Бұл қазақ не көрмеді? Ежелден бүкіл қиыншылықтарды көріп кетірміз ғой. Сонда да сағымыз сынбаған халықтың ұрпағымыз. Сондықтан да біз қазіргі 21-дің әкелері, аналары осыған біз де атсалысуымыз керек. Қоғамды өзгерту үшін әркім өзінен бастау керек дейсіз. Енді мынандай нәрсені айтайыншы, қазір енді жаңа жұмыс туралы айтатын болсақ, таңнан кешке дейін әкелер жұмыста бала тәрбиесімен аналар айналысып жатыр. Барлық жауапкершілікті әкелер ананың мойнына ысырып қойып, өздері мен тек қана асырап жатырмын, сендерді бағып жатырмын, жаңағы ақшаларын тауып беріп жатырмын, тамақтарың тоқ, көйлектерің көк, менен не сұрайсыңдар деп тәрбиеге басқатырмауы мүмкін. Енді одан бөлек мынау Түркістан облысындағы алдында әкесін сабаған деген оқиға шықты ғой. Ертең сондай бір қатыгез ұрпақ, әке сен маған не істеп едің деген сияқты бір сондай ұрпақ өспей ме, оның алдын қалай аламыз? Сұрағыңызға былай жауап берер едім. Әкелер бала тәрбиесімен айналыспай жүр, тек қана аналар айналысып жатыр деп айта алмаймын. Аналар да айналысып жатқан жоқ. Бізде қателік әкеден де анадан да кетіп жатыр. Мен шындықты айтайын сізге, өйткені осы Астана қаласында 200-ден астам мектеп бар. Оның 120-ға жуықтап қалды мемлекеттік мектепті, қалғаны жекеменшік мектеп. Сол ата-аналар жиналысында үнемі қатысып, ата-аналармен көп форумдар, семинарлар және де ата-аналар сағатын өткізіп жүрген адамдармыз біз. Мен сол теоретик емес, практикада жүрген адам. Практиканың ішінде жүрген адам. Сондықтан да егер аналар мықты тәрбиелеп жатқан болса, мынандай сұрақ қойылмас еді деп ойлар едім. Бұл жерде анада тәрбиелеп жатқан жоқ, бала өзімен өзі. Ешкім баланың тәрбиесіне араласып жатқан жоқ. Баланың тәрбиесімен айналысып жатқан қазір телефон, бірінші, екінші аула, қоғам. Бұл жердегі айтайын дегенім, бәрін мектепке сырып қойдық та, мектеп жауап береді деген ұстанымды ұстап алдық. Ол біз жаңағы әке тек қана табыс табушы, банкомат ретіндегі сияқты әңгіме бұдан осыдан 15 жыл бұрын айтылған. Оны әкелер түсінді. Қазір жай мүлдем жаман деп айта алмаймын. Қазір оң өзгеріс бар. Әкелердің санасы оянып келе жатыр. Қалай оянды? Осы көп кездесулер ұйымдастырып, осының бәрін болып жатқан ақпараттарды жеткізген арқасында көптеген әкелердің ой санасы өзгерді. Жалпы аналарда, әкелерде қазір түсінгендей бір жақсы бір үрдіс бар. Биылғы осы 2025 жылдың тамыз кеңесі, тамыз конференциясы деп аталады, мұғалімдердің, соған қатыстым, делегат болдым. Сол кезде президент тұңғыш рет қатысып, біздің мемлекет басшысы сөйледі, сөз алды.
сол сөз алған кезде жаңағы былтырғы оқу жылы біткен кездегі жасөспірім балалардың жаңа мектеп бітірген түлектердің арасындағы жанжалдан оқиға болып бір жігіт қаза болды. Өте қиын жағдай. Сол қаза болған кезде мектептің басшысы мен сынып жетекшісі жазаланды, қателеспесем. Жұмыстан кету керек деді, үйтті бүйтті деген сияқты. Соны мен көрдім де естідім. Әлбетте мен оған көзім жұмып қарай алмаймын. Болған іс болды, өкінішке орай жаман жағдай болды. Бірақ биылдан бастап, егер бала сондай жағдай жасайтын болса, ата-ана тікелей жауап береді деді. Расында да заңда да солай жазылған. Біз сол жауапкершілікті жүктеп қойдық мектепке. Мектептің негізгі миссиясы не? Білім беру. Тәрбиемен өсірген мектептерді мен көрген емеспін ешқашан. Тәрбиені біз өзіміз бала кезімізде үйден алдық. Қазақта жақсы қанат сөз бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп. Біз үйден көргенімізді, біз көп балалы отбасынан шыққан әулетпіз. 9 ұл, 3 қыздың арасында шықтық біз. Сонда біздің үлкендеріміздің кішілерге тәрбие, үлкендерге ата-ананың тәрбиесі, үлкендердің бізге тәрбиесі, сөйтіп сабақтасып, жалғасып, соны Аллаға шүкір өмір сүріп келе жатырмыз. Бізге мектепке барып сен бүйт, сөйттің, біз білімімізді алып қайтатымыз. Арасында жаңағыдай бір әртүрлі шараларға шақырады, соны қатысамыз, қайтасы болды. Мектептің беретін осы біліммен жаңағы патриоттық әртүрлі шаралар. Ал енді адам болып қалыптасу ол отбасында келетін дүние. Сондықтан да жаңа айтып кеткенімдей оң өзгеріс бар. Әкелердің де санасы оянып, жақсы араласып жүрген әкелерді көрдім. Аналардың да қазір осы биылғы президенттің айтқан жақсы тапсырмасынан кейін ата-аналармен соны біз түсіндіріп жұмыстармен айналысып жатырмыз. Жиналыстарға шақырғанымда мен міндетті түрде өйткені осы делегат болдым. Сол болған жақсы дүниемді ол жерде айтым керек. Ол әрі қарай ақпарат таралу керек. Сол ақпараттандыру жағы қолға алынса, сөйтіп өскелең ұрпақты тәрбиелеп аламыз. Енді жаңа өзіңіз айтып кеткен Түркістан облысында болған жағдай, оны бірен-саран болып тұру мүмкін. Өйткені ол енді қайтқан адамның артынан жаман сөз айтылмайды. Болған уақиға, бірақ оны ақпараттандырып, әр қарай бәрі осындай екен деп бәріне тіл тигізуге болмайды. Болған жағдай болды, расында да ол қоғамда жақсы қабылданбайтын дүние. Енді солай болды екен деп, барлық отбасы сондай екен деп біз теңеп жасай алмаймыз. Бізге қазіргі керегі, осы сіздің алаңыңыздағы айтылған жақсы сөз айтылған болса, сол жақсы сөздер көбірек таралу керек. Жақсы бір тұлғаларды шақырып жатасыз, сол кісілердің жеткен жетістігі айтылса, бала тәрбиесіндегі бір қолданған тәсілдері, бір жақсы дүниелер айтылған болса, осы ақпараттар көбірек таралса, мен ойлаймын, көзіміз ашық, білімді қазақпыз ғой қазір. Бұлай дүниежүзілік жаңағы сауалнаманың тексеру бойынша алып келетін болсақ, біз білімді халықтардың қатарында тұрған адамдарымыз ғой, мысалы қазір. Сондықтан да осындай сіздің бағдарлама сияқты бағдарламалар көбейіп, әр қарай бір жақсы дүниелер таралса, солай бәрін түзетеміз деген сеніміміз бар. Олай болса, өзіңіздің отбасыңыз туралы айтыңызшы. Көп балалы отбасынан шыққан екенсіз. Айтып өткеніңіздей, әкеңіз, анаңыз, сіздердің отбасыларыңызда қандай тәрбие, қандай ұстаным болды? Әке шешеме алғысымнан басқа айтарым жоқ. Жатқан жерлер жарық болсын. Өте қарапайым семьядан шықтық. Әкеміз сварщик дейді, ол кезде қазір дәнекерлеуші. Анамыз сол бір құрылыс алаңдарын жабдықтайтын бір не болды, склад дейді ғой, сол складта грузчик деген енді жаңағы жүк тасушы ғой енді. Ана болса да, бірақ жүк тасушы сондай жұмыс атқарды. Бірақ үлкенді құрметтеу, жетім өскен кісілер ғой, бұл кісілер енді ашаршылық кезінде дүниеге келген адамдар, жағдай қиын кезде дүниеге келген адамдар. Негізі тоқшылық адамды негізі бар ғой.
жақсылыққа жетелемейтініне көзім жетті. Тоқшылық, біз тоқшылық заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Ашаршылық кезінде өмір сүрген сол кісілер сол әр келген заттың, дүниенің қадірін білетін еді. Әр жеткен жетістіктің қадірін білетін еді. Қазір жеңіл ақша табу, жеңіл жетістікке жету, тез байып кету, тез бір лауазымды қызметке отыру деген бір тренд жүріп жатыр. Ол Құдай қаласа ғана болатын нәрсе. Қаламаса одан ештеңе шықпайды. Сонда әке шешеміз қарапайымдылығымен сол жаңағы адамгершілікпен тәрбиелеп өсірді. Бір-бірімізге біз керек екенімізді миымызға, санамызға сіңдіріп тәрбиеледі. Аллаға шүкір, қазір бәріміз не деуші еді жаңағы арқалы-жарқылы ел болып өмір сүріп жатқан, әр бауырларымыздың үйінде немерелерімен өбірді-шүбірді болып жатқан әулетпіз. Бір тайпа ел, бір қауым елге айналдық. Шүкір. Ал енді өзімнің отбасыма келетін болсам, өзім 4 қыз бір баланың әкесімін. Осы сөзді айтам деп бір мектепте бір сөз естігенім бар. Әкелердің кеңесі құрылып мектепте. Содан ата-аналар жинасын ашпай ма? Бір кішкене бір бұл не деуші еді жаңағы кейс деп айтайыншы. Әкелерге қалай кіріп кеткенімді енді сіздің бағдарламаңыздың аты айтып тұрғандай. Ар ұжданның екінші теңеуі намыс қой. Ер азаматты намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дегендей. Әкелер кеңесін құрыңдар деді. Құрылды, 6-7-8 адаммен келіп құрып жатырмыз. Директорға айтамын, 8 адаммен әке боламыз ба деймін де мен. Неше қыз бала оқиды? Дарынды қыз балалардың мектебі тек қана қыздар оқиды. Неше қыз бала бар десем, 825 қыз оқиды екен сол кезде. Енді хотя бір 100 әке келмеді ма, сөйтіп құрмадық па деймін ғой. Жоқ, ағай болмайды. Бүгін құрылу керек әкелер кеңесі, осы кішкентайдан ол басталып үлкен дүниеге айналып. Жарайды деп бастап кеттік. Бастағаннан кейін жиналыс болды ата-аналардың, сосын сүйінші сұрап әкелер кеңесі құрылды. Аналардың құрамыз, аталар, әжелер академиясын құрамыз деп мектеп өзінің бағдарламасын айтып жатты. Содан кейін әкелер кеңесінің төрағасы сайланды. Мына Бегдайыр мырза өзіңізді таныстырып сахнаға шығып, бір жүзіңізді көрсетіп қойыңыз деді. Шықтық, сөйледік, сахнаға шығып, бір 5-10 минут таныстырып, жиналыс бітті, кетіп батырмыз ғой енді. Есіктің аузында актовый залдан шығып бара жатсақ, мәжіліс залдан сол мектептің завуч айтады, сіз эгоист адамсыз дейді да маған. Қатты ренжідім. Танымаймын адамды, эгоист несі бұл кісі үшін. Осылай сөз айтуға болады ма, ұстаз емес па деп. Ұстаз мәртебесі қабылданған, ұстаздарға тіл көтеруге, басқа да бір жаман сөз айтуға болмайды деген мен оған қатты ұстанамын, өйткені өзімнің бала кезімдегі ұстаздарымды жақсы көремін. Мектепті үздік бітірдім ғой. Бастауыш класстағы ұстазымды өте қатты жақсы көремін, өйткені әріп жазуды үйретті, әріп танытты дегендей. Сондай бір құрметім бар. Ұстазға да енді құрметтік танытайын дедім де, жұрттың көзінше бұның не деп жанжал көтермей дедім де, бәрі кетіп қалғаннан кейін сұраймын ғой. Ағай, мынау сөзіңізге жол болсын, тыныштық па? Эгоистіңіз не сіздің деп түрін бұзып алып сөйлемеймін ба? Сонда былай деді ғой, жаңағы ерді намыс өлтіреді деген сөзге келіп тіреді ол кісі. Сіз жаңа қарап тұрдым, мен сізді де танымаймын дейді. Қарап отырдым, мен осы мектептің завучымын. Сахнаға кетіп батқан кездегі жүрісіңізге қарадым. Жарасып тұр дейді. Сахнаға шықтыңызда, анау мінберге шыққаннан кейін анау неде сөйлейтін не бар ғой? Соның алдына келіп тұрған кезде ұстанымыңызға қарадым. Риза болдым дейді. Түр-тұрпатыңыз, бойыңыз, бәрі келіп тұр. Енді қазір ой қалай екен деп соны тыңдағым келді дейді да. Сіз ойыңыз 4 қыз бір баланың әкесімін деген кезде ренжідім дейді. Енді шындық қой деймін мен. 4 қыз бір бала енді жасырып тұрған жоқпын ғой десем, дұрыс қой ағай дейді. Дұрыс. Ата бабамыз қашан мен 4 қыз бір баланың әкесімін деді. Немесе 4 қыз бір баланың анасымын деді. Осы елдің әкесі едім деуші еді ғой. Руды басқарды. Бір ауылды басқарды ғой сол кезде кісілер. Сіз әкенің төрағасы деп қойдық қой сізді. 825 қыздың әкесімін демедіңіз ба дейді да. Сол кезде жарасатын еді ғой. Ойбай, айналайын. Ұлағат ұстаз, қолын алдым да, қолынан сүйіп маңдайыма қойдым да, рахмет. Сіз менің көзімді аштыңыз. Анау көкірек көз деген бар ғой? Ол маңызды екен.
Адамның өзі 12 мүшесінің ішіндегі басқа да көзге көрінбейтін көздер бар. Мына екі көз ол Алланың қалауымен көрініп тұрған көз. Көкірек көзді ояту үшін сондай бір намысты, жігерлі сөздер есту керек екен ғой адам. Сонда сіз мынау әкелер деп осы мектепке сайладық, сонда 4 қыз бір балаңызбен ғана айналысайын деп келдіңіз бе деді ғой. Болды, түсіндім. Бүгіннен бастап 825 қызға әке болуға тырысамын дедім. Содан тырыстық та, іздендік, қалай өзіміздің жұмыс графигімізге реттеу жасап, қай уақытта мектепке көбірек уақыт бөлу керек екенін, әкелердің, аналардың қарым-қатынасын қалай түзетеміз, қалай бұларды ауызбіршілікке шақырамыз деген сияқты дүниелерді үнемі талқылаудың үстінде алып отырып, осындай үлкен жетістікке жетіп, қалай естіп, қаладан министрлік естіп, министрліктен президент әкімшілік естіп, сондай үлкен бір жетістігіміз бар деп айта аламын. Астаналық бүкіл балалардың әкесімін деп айтсаңыз жарасады екен ғой. Қазір енді филиалдың, әкелер одағының енді барлық өңірде филиалдарымыз бар. Астана филиалының төрағасы болғаннан кейін, мен қазір сол 825 қыздың әкесі емеспін. Барлық осы Астанадағы, қаладағы, бас қаламыздағы балалардың әкесімін деп айтуға әбден орным да бар. Соған лайықты болуға өзімді қамшылай беремін, өзімді білімге тарта беремін, өзімнің жігерімді шамам келгенше биіктете беруге мен сондай ұстанымға бел буған қазақтың бір қарадомалақ баласымын. Бүкіл осы Қазақстандағы жаңа айтып отырсыз ғой, басқа да филиалдары бар деп, енді ол жақтағы кісілердің барлығы сол өзіне лайықты деңгейде жұмыс істеп жатқан шығар. Енді жалпы өзіңіз осы Астана қаласында отырғаннан кейін басқа барлық Қазақстанның жас әкелері, жалпы жас емес, жалпы әкелер, жалпы ер азаматтар тыңдап отырған болатын болсаңыз, не айтатын едіңіз? Құрметті қазақ елінің барлық ер азаматтары мен тыңдаңыздар деп қойғансыз ба? Рас, иә. Қазақ елінің барлық ер азаматтарына, әкелеріне бұлай үндегім келеді. Бірінші, өзіңді тұлғалыққа тәрбиеле. Өзің тұлға болатын болсаң, о жерде не кіреді тұлғалыққа? Бірінші, білім. Екінші, мінез. Үшінші, мәдениет. Төртінші, адамгершілік. Осы төртеуін егер сен толық бойыңа қабылдаған болсаң, сен әйеліңе де қиянат жасамайсың. Ол сенің Алладан саған аманат қып тапсырған бір әулеттің ерке қызы болуы мүмкін. Сүйікті қыз екен ол сөзсіз. Басқа да бір жалғыз қызы болуы мүмкін. Соған қорған болу бұл ер азаматтың бірінші міндеті. Өзіңнің Құдай қосқан жарыңмен үйленгеннен кейін зайыбы болады, зайыбыңмен тату тәтті өмір сүру, ол сенің парызың. Одан кейін Алланың қалауымен перзент деген ол сыйлық. Сыйлықты біз қалай қабылдаймыз? Мысалы, маған қазір бір 1 миллион теңгенің сыйлығын жасаса, соны үфілеп, әлпештеп, етіп тазалап отырып ұстайсың. Саған Құдай тағала перзент берді, сенің тамырыңның жапырағын беріп тұр. Сен бәйтерексің. Соның жапырағы жап-жасыл болып, әдемі болып жайқалып тұру үшін не істеуің керек? Үнемі қорған болу керек, күтімде болуың керек. Сен зайыбыңды күткен болсаң, бала шағаңды жақсылап тұрып баптаған болсаң, бәйтерегің жайқалып өседі. Сондықтан да барлық әкелерге үндеуім парасатты әке болу. Білім бар. Білімнен кенде қалып отырған жоқпыз. Білімден біз алдыңғы қатарлы мемлекеттермен де таласа аламыз. Қазіргі 21 ғасыр жасанды интеллекттің заманына келдік. Мемлекет басшысы айтты ғой, 3 жыл уақыт берем, көштен қалып қоймайық деп. Қалмауымыз керек көштен. Неге? Өйткені біз кедергі жасамауымыз керек. Біздің жаңағы болып жатқан 5 кесел,
тұрмыстық зорлық зомбылық дейді, жаңағы лудомания, наркомания, ысырапшылдық, вандализм деген бәле бұл мемлекеттің дамуына кедергі жасайтын кеселдер. Осы кеселді болдырмау үшін біз отбасында бақытты болуымыз керек. Отбасында бақытты болсаң, содан өсіп өніп шыққан сенің перзентің ол ұлттың перзенті ретінде қарайтын болсақ, кезіндегі Бауыржан Момышұлы аталарымыз қызды қалай құрметтеді мысалы. Қыз батыр деп айтар едім деп. Ұлдарды қалай намысшыл қылып тәрбиеледі мысалы. Біз соны неге істей алмаймыз? Біз маған айтса, соны Америка жасады, соны бір Қытай жасады, соны бір Жапония жасады десе, бізге қиындық туындатуы мүмкін. Ол жерден де біз біріншіден сол мемлекет емеспіз ғой. Екіншіден біз солардың ұрпағы емеспіз ғой. Біз өзіміздің аталарымыздың жолымен жүретін болсақ, соңғы батырларымыздың айтқан өсиетімен, данышпандарымыздың айтқан өсиетімен жүретін болсақ, біз заманауи соны трансформациядан өткізіп, қазір қалай жеткізе аламыз жас ұрпаққа деп, соны бір кішкене өзгертіп, әдемілеп жеткізетін болсақ, сонда мықты отбасы болады деп мен сеніммен айта аламын. Сондықтан да әкелерге тек қана жігерлі болуға, парасатты болуға шақырамын. Рахмет. Рахмет аға. Менде сұрақ жоқ. Енді өзіңіз іште қалып қалған айтатын нәрселеріңіз болса, алаңсыздығы. Кеше мен бір жақсы үлкен бір шара қатыстым. Мерейлі отбасы деген. Жақсы дүниелер көрдім. Осындай дүниелер көбірек жасалса. Бұл 2014 жылы ұлттық жоба болып басталған екен. Династиялық тәрбиесі мағынасы өте зор. Және де өз баласынан бөлек басқа да бір балаларды асырап алып, қамқоршылық жасап жүрген отбасыларды көрдім. Бір мамандықты 100 жылдап, 200 жылдап ұрпағымен жалғастырып кеткен отбасыларды, әулетті көрдім. Өте қатты қуандым. Бұл жақсы жоба. Және де отбасы институтын нығайтуға өзінің бірден бір мықты жаңағы үлесін қосатын жоба деп мен кеше көзім анық жетті. Сондықтан да мен айтар едім, тек қана жаңағы президент болам деп, немесе министр, әкім болам деп жүгіре бермей, осылай жай қарапайым отбасы болып отырып, бір мамандықтың иесі болып отырып, соны жоғары деңгейде атқарып жүрген әулеттерді көріп өте қатты қуандым. Сондықтан да айтарым, осындай жобадан қалып қоймау үшін 3,5 мыңнан артық осы жобаға қатысуға не түскен екен? Өтініш. Соның 20-сы марапатталды. 20 өңір ғой? 20-сы марапатталды. Сонда қарап отырсаңыз, осындай жобаларды көбейтіп, отбасы институтын дамытуға, кезіндегі біздің ата-бабамыздың қалыптастырып кеткен салт, дәстүр, мәдениетімізді үзіп алмай, тілімізге, ана тілімізге сүйіспеншілікпен қарап, шын жан тәнімізбен қарап, егер атқаратын болсақ, осы жұмысты, әр қазақтың отбасы сондай мерейлі болатын болса, біз әлбетте қуатты мемлекетке айналамыз. Назерке айналайын, өте жақсы жоба ашқан екенсің. Осы жобаң әрі қарай жалғасын тауып, сіздің алаңда мықты еңбегі сіңген, үлгі болып жүрген, жай қарапайым көше сыпырып жүрген азаматша болса да, бала шағасына қызғыш құстай қарайтын сондай бір мықты адамдар келіп сұхбат берсін деп тілеймін. Өркендей беріңіздер, еліміздің дамуына осылай үлесіңізді қоса беріңіз. Сізге де сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Рахмет аға, келіп бізге осылай уақытыңызды бөліп, тұшымды әңгімелеріңізді, ақыл кеңестеріңізді айтқаныңыз үшін мынау отбасыңызға амандық тілеймін. Бұдан да үлкен белестерді бағындырып, сіздердің де әкелер одағы үлкен ұйымға айнала берсін. Көп рахмет. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Егер ұнаған болса, сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер.
әкелеріміз абыройлы, аналарымыз ардақты, балаларымыз бақытты, ұжданымыз биік болсын.